Кейде біз өмірді тым күрделендіріп жібереміз. Өткенге өкініп, неге олай болмады деп өзімізді жейміз. Болашақ үшін алаңдап, қалай болады деп қорқамыз. Ал ең қызығы, өмір дәл осы сәтте өтіп жатыр. Ал біз оның жанынан байқамай өтіп кете береміз. Бүгін жай күн емес, бүгін өміріңдегі қайталанбайтын бір сәт. Бұл күннің өзі кішкентай сыйлық. Сен ояндың, демек тағы бір мүмкіндік берілді. Тағы бір қадам жасауға, тағы бір өзгертуге, тағы бір арманға жақындауға мүмкіндік. Бүгінгі күнмен өмір сүр деген ештеңені ертеңге қалдырмау емес, бұл қазіргі сәттің маңызын сезіну, тыныс алғаныңды сезіну, жан жағыңдағы адамдардың жылуын сезіну, қолыңдағы нәрсенің қадірін түсіну. Қуану үшін үлкен себеп қажет емес, кішкентай сәттердің өзі бақыт сыйлай алады. Бір кесе шайдың иісі, жақыныңның жылы сөзі, баланың күлкісі, таза аспан, жай ғана тыныштық. Өмір деген бүгін, болашақ әлі келмеген, өткен қайтып келмейді. Ал осы сәт сенің қолыңдағы жалғыз шындық. Сондықтан асықпа, уайымдама, өзіңе жұмсақ бол. Бүгінгі күннің жарығын сезін, жүрегіңді тыныштандыр, жай ғана өмір сүр. Өмір кейде қиын болуы мүмкін, бірақ әр күн жаңа парақ. Ал сен сол параққа не жазылатынын өзің таңдайсың.